Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге дәл осы актуальныйны қалай өшіруге болады жолын көрсететін боламын. Алдымен маған тіркеліп лайк басып кетуіңізді өтінемін. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Алдыңғы видеода сіздермен бірге дәл осы екі актуальныйны мысалы ретінде жасап көрсеткен болатынмын. Дәл сол екі актуальный маған қажет болмағандықтан мен оларды өшіріп тастаймын. Соның өшіру жолын сіздерге көрсете кетейін деген ойдамын. Дәл осы актуальның үстінен бүйтіп басып тұрсаңыздар, дәл осылай сіздерге қажетті шығады. Осы ішінен өздеріңізге қажеттіні таңдап аласыздар. Редактировать. Жаңа жасаған актуальны өзгертесіздер, отправить деп жібересіздер, немесе видеоны рилс жасап жібересіздер, ссылканы скопировать етесіздер деген секілді. Өздеріңізге қажеттіні таңдайсыздар. Мен бұл қажет болмағандықтан удалить актуальный деп удалить етіп тастаймын. Көріп тұрғандарыңыздай инстаграммен жұмыс жасаған өте оңай. Дәл солай үстінен басып тұрасыз, удалить актуальный деп мен удалить етіп тастаймын. Интернет жай жұмыс жасап тұр, сол себептен өшпей жатыр. Өздеріңіз дәл осылай өздеріңіздің инстаграм аккаунттарыңызды өзгертіп сәндеп жасап алсаңыздар болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Маған тіркелген жандарға көп рахмет. Сау болыңыздар.